Қайырлы күн оқырмандар. Қазақша контентті қолдап, тіркеліп, әңгіменің соңына дейін тыңдай отырыңыздар. Шын бақыт әңгімесінің жалғасы. Қарай көр мынаны, достасып үлгеріпсіңдер ғой. Достасқанда қандай, ол сондай жақсы адам. Сіз келгенге дейін менің жанымда болып, қызықты әңгімелер айтып, көмегін аямады. Меніңше екеуің жақсы жарасатын сияқтысыздар. Қанат ағадай қамқор әкем болса ғой. Қайдағын айтпа. Көлікке соғылып, қайдағы болмайтын заттар ойлағанымнан болмас. Тынығы бала ғой. Мені аулада күтіп отқан болар. Ертең киімдеріңді алып келермін. Бірдеңе қажет болса, хабарласып айтарсың. Жақсы анашым. Ботам, сынып жетекшіңе өзім ескертіп айтамын. Алаңдамай тез сауығып кет, деп қызының бетінен сүйді. Бөлмеден шығып, аурухана ақысын төлеуге барса, ондағы қызметкерлер төлем жасалып қойғанын айтты. Жанар төлемді Қанаттың жасағанын білді. Сыртқа шықса, Қанат күтіп тұр екен. Жанар, сізді үйіңізге апарып салайын. Бүгінгі оқиға үшін тағы да кешірім сұраймын. Сіз де мені айыпқа бұйырмаңыз. Уайыммен есім шығып жүріп, сізге айғайлап жіберіппін ғой. Ештеңе етпейді. Сіздің орныңызда басқа жанда солай жасайтын еді. Түсінгеніңізге көп рахмет. Өзімде не болғанын түсінбей есеңгіреп қалдым. Жақсы, өткеніс өтті. Жүріңіз енді. Көлікке отырыңыз. Үйіңізге жеткізіп салайын. Жақсы. Көлік ішінде екеуі бір-бірімен жақынырақ әңгімелесті. Міне, осы үй, жеткізіп салғаныңызға көп рахмет. Кешкі ас ішіп кетіңіз. Күні бойы Аяның жанында болғаныңыз үшін алғысым шексіз. Ештеңе етпейді. Шақырған астан қалай бас тартамын? Жарайды. Екеуі лифтімен көтеріліп, үйге кірді. Алуа қарсы алды. Анашым, қалайсыз? Ая қалай? Бәрі жақсы ма? Қызым, бәрі жақсы. Ағаймен амандассаңшы. Сәлеметсіз бе? Кешіріңіз, байқамай қалдым. Сәлем, оқас жоқ. Алуа, танысып қой. Менің әріптесім Қанат. Алуа, келіңіздер, столға отырыңыздар. Шәй дайын. Тамақты да жылтып қойдым. Жарайсың қызым, ендеше төрлетіңіз. Алуа, ағайға жуынатын бөлмені көрсете ғой. Қазір анашым. Жүріңіз ағай. Үшеуі үстелге жайғасып, тамақтанды. Бейне бір отбасыдай. Үстел басында қызықты әңгімелер де болды. Рахмет, мұндай үйдің тамағын жемегелі көп болыпты. Үйдің тамағы қашанда дәмді деді Қанат. Анашым, мен болдым, сабағымды оқимын. Бөлмеме кеттім. Сау болыңыз ағай. Сау бола ғой. Жақсы қызым, бара ғой. Ендеше мен жүрейін. Тамақтарыңыз дәмді болыпты. Отбасы жылуын сезінгендей болдым. Отбасымнан бөлек тұрғалы біраз жыл болыпты. Өзімді бүгінгідей бақытты сезінбеппін. Бәріне себепкер Ая. Бір жамандықтың бір жақсылығы деген осы болар, деп Қанат жымиды. Иә, рас айтасыз. Сізді шығарып салайын. Ал ендеше тұрайық. Жанар аулаға дейін Қанатты шығарып салды. Жақсы, жолыңыз болсын. Абайлап жүріңіз. Алаңдағаныңызға рахмет. Жақсы, кездескенше, деп қолын бұлғады. Жанарда қолын қалай бұлғағанын өзі де сезбей қалды. Бұл күн екеуі үшін де ерекше болып батқан еді. Ертесіне Жанар ауруханаға барды. Онда Ая мен Қанат сөйлесіп отыр екен. Қанат Аяның көңілін көтеріп, тәттілер мен ойыншықтар әкеліпті. Сәлеметсіз бе? Бұныңыз не? Ыңғайсыз болды ғой. Сәлем, қалың қалай? Несі ыңғайсыз? Онда тұрған ештеңе жоқ деп ойлаймын. Жақсы, Ая мен кетейін. Иә, көп рахмет сыйлықтарыңызға Қанат ағай. Жақсы, сау бола ғой. Көмек керек болса, хабарласасың ғой. Анашым, қарашы, қандай мейірімді жан. Иә, рас айтасың. Анасы мен қызы біраз әңгімелесті. Ертесінде жұмыс орнында Қанат пен Жанар кездесіп қалды. Сәлеметсіз бе? Сәлем. Ая қалай? Жақсы, өзіңіз?
Беріп жіберген сыйлықтарыңызға көп рахмет. Күнде сыйлық беріп еркелетіп жібердіңіз ғой. Ештеңе етпейді. Ай әлі кішкентай ғой. Бүгін ауруханадан шығара ма? Иә, бүгін кешкісін шығамыз. Жақсы, сендерді кешке өзім алып кетемін. Жоқ, әуре болмаңыз, өзіміз таксимен бара береміз. Ниетіңізге көп рахмет. Жоқ, өзім апарамын. Ешқандай қарсылық қарастырылмайды. Жақсы, жарайды онда. Кешкісін Қанат Жанарды үйлеріне апарды. Қанат ағай, шай ішіп кетіңіз, деді қыздар. Иә, шай ішіп кетіңіз, деді Жанарда. Жақсы деп Қанат та келісті. Ендеше жүрейін. Көп рахмет қыздар. Жақсы, жолыңыз болсын деп үйден шығып кетті. Қанатты қыздар өте қатты жақсы көре бастады. Оның мейірімді әке екені айтпаса да белгілі еді. Қанат қыздарға өзінің ұлы барын онымен таныстыратынын айтқан болатын. Қыздарды өзінің ұлы Жандоспен таныстырды. Балалар тез тіл табысып, екі отбасы өзара жақын араласып кетті. Жандос 6 жаста болса да ақылды бала. Ол отбасында өзін жалғыз сезінетінін, анасының өмірден өткенін, бәрін Жанар мен қыздарға айтып бергенді. Қыздар оны бауырларындай жақын тартты. Екі отбасы демалыс күндері уақыттарын бірге өткізіп, ойын алаңдарына жиі баратын болды. Уақыт өте келе, қиыншылық пен қуанышта Қанат үнемі Жанардың қасынан табыла білді. Ол қыздармен де достасып алған болатын. Қыздар кейде өз құпияларымен бөлісетін. Ал Жандос болса, олармен танысқалы бері алғаш рет аналық мейірімді Жанардан сезгендей болды. Үнемі әкесіне олардың үйіне барып ойнауға сұранады. Кейде қыздар Жандостың үйіне келіп ойнайтын. Осылай күндер өтіп жатты. Бір күні Қанат ұлына Жанар апайды ұнататынын айтты. Жандос қатты қуанғанын жасыра алмады. Жанар апайды үйге тез әкелші, әкешім. Менің 2 әпкем болады. Қандай жақсы, деп өте қатты қуанды. Жандос та ұлының бетінен сүйіп арқасынан қақты. Кейін аналарына үйленгісі келетін ойын қыздарға да айтты. Қыздар мүлдем қарсылықтары жоғын айтып, қуанғаннан жылап та жіберді. Бірақ Қанат тосын сый болу үшін оларға аналарына сыр білдірмеу керектігін ескертті. Осылайша Қанат сезімін айту үшін балалармен жоспар құрды. Олар демалыс күні тауға шығатын боп келісті. Балалар мәз-майрам. Ертесіне барлығы бірге тауға шықты. Жанар мен Қанат балалармен бірге бейне бір отбасыдай әңгімелесіп әзілдесіп отырды. Кешкісін қайтар кезде қыздар Жандостың жоғалып кеткенін айтқанда, Жанар не істерін білмей есі шығып орнында тұрып қалды. Қанат болса таңданған кейіпте. Жанар, жүр, мына жақтан іздейік. Қыздар, сендер шатыр маңынан ешқайда кетпеңдер. Біз қазір келеміз, деп Жанарды қолынан ұстап, өзімен бірге ертіп кетті. Жанар болса жолда алаңдап келе жатқан болатын. Жанар, көп алаңдай берме. Ол осы маңда жүрген болар. Бұл жердің бәрін жатқа біледі. Біз мұнда жиі келіп тұрамыз. Қайда кетті дейсің? Қазір-ақ тауып аламыз, деп Қанат оны жұбатты. Екеуі бірге қол ұстасып келе жатқандарында байқамады. Кенеттен алдарындағы ағаштардың барлығы түрлі түсті жарықпен безендіріліп, бейне бір ертегі әлем сияқты тамаша сезім туғызды. Осы кезде Қанат Жанардың қолын қаттырақ қысып ұстап, оған деген шынайы сезімін мойындады. Жанар, сен әлемдегі ең керемет жандардың бірісің. Сендей тамаша жанды жолықтырғаныма ризамын. Бұдан бұлай саған деген сезімімді жасыра алмаймын. Қалған өмірімізді бақытты қылып өтейік. Менің мәңгілік жан-жарым болшы. Маған тұрмысқа шықшы. Мен сені жақсы көремін. Жанар не дерін білмей, әрі таңданып, әрі қуанып, ой үстінде тұр. Оның да сезімі бар, бірақ қорқады. Үнсіздік басым. Қанат болса, білемін Жанар, сенде қорқыныш бар. Өмір өткенмен тоқтап қалмайды. Біз сені жақсы көреміз. Өткенді ұмытып, тек алға қадамдар басайық.
бір отбасы болып бақытты болайық. Бәрі өз қолымызда. Сенімен танысқаныма көп болмаса да, сенің қандай жан екеніңді менен артық ешкім білмес. Мен біздің қыздарға өз қызымыздай қараймын. Сені бақытты етуге уәде беремін. Маған тұрмысқа шықшы. Күтпеген жай. Бірақ Жанар ойланбастан өз келісімін берді. Иә, мен де сені жақсы көремін. Мен саған сенемін. Қанат осындай жауап алғанына қуанып, қымбат гауһар тасты сақинаны Жанардың қолына тақты. Қыздар мен Жандос гүлдерді әкеліп, анасы мен әкесін құттықтап, құшақтай алды. Жанар көз жасын тия алар емес. Бейне бір түс көріп жатқандай. От шашулар атылып, естен кетпес кеш болды. Жанар өте дұрыс шешім қабылдады. Өзіне берген уәдені бір сәтке ұмытты. Себебі келіп тұрған бақыттан бас тарту нағыз ақымақтық еді. Осылайша екеуі тойларын жасауға кірісті. Қанат той алдында Жанарға бар шындықты айтты. Жанар компания директорымен осыған дейін кездесіп жүргеніне сене алмады. Той болар күні білгеніне аздап реніш білдірді. Бірақ қуанышты күніне ештеңе, еш нәрсе кедергісін келтіре алмады. Тойға Жанардың бауыры мен анасы, болашақ келіні келген болатын. Бауыры болашақ жарына әпкесі мен жездесін таныстырды. Жанарда болашақ келінін көріп қуанып қалды. Анасы қызының қайта шынайы бақытын көріп, іштей жылап алды. Дәурен мен Шынарда шын жүректен қуанышты еді. Достары, құрбы құрдастары, Қанаттың ата-анасы, туған туысы бәрі тойдан көтеріңкі көңіл күймен қайтты. Той қызықты, есте қаларлықтай өтті. Жанар мен Қанат тойдан кейін отбасымен бірге демалысқа кетті. Жанар отбасымен тату-тәтті өмір сүріп жатыр. Өмірге қыз бала дүниеге әкелді. Бұл жаңалық Қанатты қатты қуантты. Есімін Айару қойды. Қанат Жанарды қатты жақсы көреді, сыйлайды, құрметтейді. Жанар да дәл солай. Балалар да қуаныштан секіріп ойнап жүр. Жанар осы кезде бақыттың не екенін сезінген еді. Жүзі қуаныштан нұр шашып, өзін шынайы бағалайтын Қанатты кездестіргеніне өміріне риза. Өкпе наз, реніш бәрі кеткен. Өзін бақытын тапқан нағыз бақытты жан сезінді. Әңгіменің соңы. Ұнаса, пікір жазып, лайк баса отырыңыздар.